Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз қызықты кубикті жинайтын боламыз. Бұл кубиктің аты желдермен деп айтамыз қазақша. Кубик мельница немесе ағылшын тілінде windmill cube деп аталады. Бұл кубик дәл осы 3-3-ке ұқсайды. Құрастыру жолдары да дәл осы 3-3-тегідей. Енді айырмашылығы бұнда орталық бар. Орталығы. Бірақ жанына келетін болсақ, жанында бізде 3-3-те орталық болғанмен, мұнда орталық болмайды. Айырмашылығы осыда. Бұрыштары бар, орталықтары бар. Қабырғалары, яғни. Мынау қабырғалар, бұрыштар болып саналады. Енді осы кубик мельница деп айта берейік. Енді кубик мельницаны құрастыратын боламыз. Бірінші шашып, яғни бұзып көреміз, сосын оны қайтадан құрастырамын. Және оның жолдарын айтып өтемін. Дәл жаңағы 3-3-ті қалай құрастырамыз, дәл сол алгоритмдерді қолданамыз. Яғни бастапқы этаптағы жолдармен үйретемін. Енді бұл кубикті бұзайық. Яғни міне осы бағытта бұралады. Міне не үшін кубик мельница деп атаған қазір сіздерге көрсетейін. Міне қараңыздар. Яғни мельницаға ұқсайды. Сол себепті атаған. Міне осындай формаға енеді. Жақсы, енді бұзамыз. Кішкене бұраған кезде ыңғайсыздау болады. Достар, осы мельницаны немесе басқа да рубик текшесінің басқа да түрлерін үйреніп алғыларыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізге болады. Жалпы рубик текшесін құрастыра білесіз бе? Текшені әртүрлі бағытқа бұрап, бірге тұрған түстерін ажыратып бұзып жатырмын. Бірдей болмасын деп. Міне, бұзған кезде осындай қалыпқа енеді. Міне осылай болып қалды. Әр жақтан бүйірлері, ұшты жақтары шығып тұрады. Енді бұл мельницаны құраған кезде дәл осы 3-3-ті құраған сияқты мына ақ түстен қосу таңбасын жасайтын боламыз. Енді орталық бізде екеу, ақ түс және сары түс. Сары түс жағына жаңағы мына сары бағытына ақ түстерді жинап шығу жолын, оны ромашка дейміз. Олай тіпті жасауға болады, немесе ақ түстің жанына да жинауға болады. Енді ақ түстің жанына жинайық. Яғни орталықтың қасына мына қабырғаларды әкелеміз. Міне келесі мына жерде біреу тұр. Міне оны былай қарай қоямыз. Сосын жанына қойып, және мынаны былай қарай бұрып әкеліп аламыз. Тағы біреуімен тұр. Оны төменге түсіреміз және екінші жағына қоямыз. Сосын оны жоғарыға көтереміз. Міне біздер
қосу таңбасын жасадық. Тағы да мұнда менде кубик мельница бар. Яғни бұны құрастырған кезде, мысалға, міне осылай ұстап тұрған кезде, мысалға, біздер мынаны былай бұраймыз. Ал мельницаны міне осылай айтып бұраймыз. Көріп тұрсыздар да? Енді қосу таңбасын жасап алдық. Дәл осы 3-3-тегі. Енді келесі біздер мына орталықтарды сәйкестендіруіміз керек. Орталықтарды сәйкестендіреміз. Ол үшін тағы да былай қарай бұрамыз. 3-3-тегідей. Сосын қызыл түсін тауып аламыз. Жасыл. Міне қызыл түсін таптық. Және өзінің орнына қоямыз. Көк шықты. Көкті де дәл солай өзінің орнына қоямыз. Міне. Енді келесі жасылды өзінің түсіне қоямыз да орнына қойып қоямыз. Қызғылт сары шықты, оны да өзінің орталығымен сәйкестендіреміз және өзінің орнына әкеліп қоямыз. Енді бұнда бір айырмашылық, мына орталықпен сәйкестендірдік, бірақ та екеуі дұрыс бағытта тұрған жоқ. Мына екеуі. Яғни мынау осылай айтып тұрған кезде ұшы мына жақта тұрса, мынаның да ұшы мына жақта тұру керек қой, яғни. Енді оны қалай істейміз? Міне қосуымыз мына жерде астында тұрады. Мына фронт дейміз, фронтты бұрайық. Яғни кері бағытқа шығарамыз. Сосын жоғарды сағат тілімен бұрамыз. Яғни сол жаққа қарай жібереміз. Сосын мына орталықты мына жоғарды әкелген кезде кері бағытқа айналу керек мына орталық. Так, мына бұрып қойдық. Сосын мынаны былай қоямыз. Келмейді. Біздікі былайынан тұру керек. Былай айтып қоямыз. Енді қойып көрейік. Міне. Қойдық, яғни бір жазықта жатыр. Сосын қайтадан фронтты бұрып, осылай әкеліп қоямыз. Міне, енді өз орнына келді. Келесі жасыл түсті дәл солай істейміз. Жоғарыға бұрамыз. Сол бағытқа алып кетеміз. Сосын мына фронтты сағат тілімен бұрамыз да, міне бір жазыққа келтіреміз. Сосын қайтадан өзінің орнына апарып қоямыз. Қызыл да дәл солай бұрамыз. Жоғарыда алып кетеміз солға қарай. Сосын қызыл түсті бағытына келтіріп қоямыз. Жоғарды сағат тіліне қарсы бұраймыз және 90 градусқа апарып қоямыз. Міне, барлығы өзінің орнына келді. Сонымен біз орталықтарды сәйкестендірдік төмендегі қосу таңбамызбен. Ендігі бізде 3-3-тегідей мына бұрыштарды өз орындарына қоямыз. Оны бұрышты өз орнына қою үшін пиф-паф әдісін қолданатын боламыз. Естеріңізге салып өтейін. Пиф-паф әдісі 4 қадамнан тұрады. Оң, жоғары, оң, кері, жоғары, кері. Міне осындай. Тағы да осылай 5 рет істейтін болсақ, рубик кешеміз өз қалпына келеді. Міне. Дәл сол формуланы, алгоритмді біз осы мельницаны құрастырған кезде де қолданамыз. Яғни кез келген бұрышты қарап алайық. Қайсысынан бастаймыз? Мысалға, міне қызғылт сарыдан бастайық. Яғни сіздерге айттым, жаңа бұру бағыты мынау. Яғни біз оң жағымыз. Мына бұрышты мына жерге қою үшін ақ түсі оң жағында тұрса, онда бір рет пиф-паф жасаймыз. Оң, жоғары, оң, кері, жоғары, кері. Міне, пиф-паф жасадық, орнына келді. Келесі жасыл түсті өзінің орнына әкеліп қоямыз. Міне. Енді тағы да
бір рет пиф-паф жасаймыз. Міне, жасыл түсте өзінің орнына келді. Так, оң, жоғары, оң кері, жоғары кері. Оң, жоғары, оң кері, жоғары кері. Бесінші рет пиф-паф жасадық. Яғни өзінің орнына келді. Енді мына жерге қызыл түсті мына жерге қойымыз керек. Тағы да 5 рет пиф-паф жасаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Міне 5 рет пиф-паф жасадық, өзінің орнына келді. Міне барлық бұрыштарды өзінің орнына келдік. Бірінші қатарымыз құрастырылды. Енді біздің екінші қатарда орталығымыз келіп тұр, бұрышымыз келіп тұр. Енді екінші қатардағы қабырғаларды өз орнына қоямыз. Енді бұнда қабырға емес, бұрыш болып саналады. Енді бұл деген сол бұрыштарды өзінің орнына қоямыз. Жалпы қабырғаны өз орнына қою кезіндегі алгоритмдерді орындаймыз. Оң жақта келсе, сол жақта келсе. Бастайық. Енді мына жерге түсу үшін, яғни көк түсіміз тауып аламыз. Көк түсіміз өзінің орнында тұр. Яғни қызылдан бастап көрейік. Міне, қызыл түс мына жерде, мына бұрыш мына жерге түсу керек. Ол үшін біздер үште сарысы жоқ түсті жоғарға әкеліп қоятын едік. Қызыл түсті қызыл түстің жоғарына. Енді бұнда айырмашылығы, мына бұрышымыз жазыңқы келеді, немесе тік келеді. Яғни былайынан көлден жатып тұрады, міне, немесе тік тұрады, ұзынырақ болып тұрады. Мынандай ұшқыр жағы, мына ұшқыр жағы жоғары қарап тұрады. Екі жағдайда. Енді мына жазыңқы келіп тұрса, онда қоятын жерімізден оң жағына қоямыз. Сосын осы бағытта жаңағы сол жақта орындайтын алгоритмді орындаймыз. Міне, жоғары, кері, сол, кері, жоғары, сол. Сол кезде мына төмендегі қызыл ақ түсіміз, бұрышымыз, яғни жоғарыға шығады. Мына бұрыштың қасына келіп орналасады. Яғни екеуі де міне жатып тұрған бағытта орналасады. Содан соң ақ түсімізге өзімізге қаратамыз. Сосын оң бағыттағы алгоритмді орындаймыз. Міне жоғары, оң, жоғары, кері, оң, кері. Міне қызыл түсіміз өзінің орнына келді. Дәл сол бағытта қалған бұрыштарды қоя береміз. Так, бізде қазір барлығы төменге түсіп кеткен екен. Міне төменде тұр. Соны жоғарыға шығарамыз. Оны жоғарыға шығару үшін кез келген жаңағы алгоритмдерді орындаймыз. Міне, яғни көк түсімізді жоғарыға шығарып алдық. Ол міне тұр. Жаңа айттым, ұшқыр басы жоғарыға қараса, онда мына түсетін жерінен сол бағытына, яғни мына өз көк түсінің жоғарына қоямыз. Егер де жазыңқы былай ұшқыр бұрышы мына жақта тұрса, онда оң бағытындағы түстің жоғарына қойып қоямыз.
Енді бізде мына жерде тұр, ол кезде оң жақтан басталатын алгоритмді орындаймыз. Міне екеуі бірдей болып тұр, қатарына келді мына жердегі. Сосын ақ түсін өзімізге қаратамыз және сол бағытты орындаймыз. Міне өзің бағыт орнына келді. Келесі бізде екі түс қалды, жасыл мен қызғылт сары. Тағы да жоғарыға шығарып алуымыз керек. Жоғарыға шығардық жасыл түсімізді. Жасыл түсіміз ұшқыр-басы мына жақта тұр, яғни біздер оны оң жақ түстің жоғарына қоямыз. Және осылай ұстап алгоритмді орындаймыз сол бағыттан. Екеуі бір қатарға келді. Ақ түсімізді өзімізге қаратамыз және оң бағыттағы алгоритмді орындаймыз. Орнына келді. Енді біздің мына қызғылт сарымыз жоғарыға шықты. Ол ұшқыр басы жоғарыға қарап тұр. Міне ол кезде өзінің түсінің жоғарына қоямыз және сол оң бағыттағы алгоритмді орындаймыз. Міне екеуі де бір қатарға келді. Ақ түсін өзімізге қаратамыз және сол бағыттағы алгоритмді орындаймыз. Міне барлық түстерін жинадық екі қатардың. Міне енді келесі жоғарыда біздер міне жоғарыда қосу таңбасын жасауымыз керек. Қазіргі сәтте бізде қосу таңбасы жасалып тұр. Яғни бізде екі қатарды жинап болғаннан кейін жоғарыға көшеміз. Біздер жоғарыда қосу таңбасын сарыдан жасауымыз керек еді. Жаңа қосу таңбасы шығып тұрды. Енді мен нүкте жағдайға әкеліп қойдым. Және мынандай сызықша және тағы бір жағдай, ол галочка немесе сағат 9. Енді нүкте кездескен кезде біздер фронт дәл 3-3-тегідей міне бір рет пиф-паф орындаймыз. Сосын фронтты өзінің орнына қоямыз. Сол кезде галочка міне немесе сағат 9 деген жағдайға шығамыз. Ол кезде міне фронт, сосын екі рет пиф-паф орындаймыз. Екі рет пиф-паф. Фронт жасадым, енді пиф-паф. Біреу, екеу. Және фронт кері қоямыз. Сол кезде бізде қосу таңбасы шығады. Енді сызықша кездескен кезде тағы да фронт, сосын пиф-пафты бір рет орындаймыз. Оң, жоғары, оң, кері, жоғары, кері. Сосын фронтты өзінің орнына қоямыз. Міне қосу таңбасы жасалды. Бізде енді қосу таңбасы шықты. Енді келесі біз мына түстерді өзінің орындарына қоюымыз керек. Міне қызыл мен қызғылт сары келмей тұр. Көкпен бізде жасыл екеуі бір-бірімен келіп тұр. Қызылды қойып көрейік өзінің орнына. Көк келмейді, қызғылт сары келеді. Яғни бізде мына қарама қарсы түстер келіп тұр. Және екінші жағдай, мына жақын екі түс келу керек.
Енді қарама қарсы түс келіп тұрса, онда рыбка әдісін бір рет орындаймыз. Сол кезде жақын түстер жағдайы шығады. Сол кезде тағы да пиф-пафты орындаймыз. Қазір орындаймыз, сосын мына екі жақын түс шығады. Рыбка әдісін орындаймын. Жаңа пиф-паф деп айтып қойған сияқтымын. Өзімізге қаратып аламыз. Және рыбка балық әдісін. Міне, балық әдісін орындадық. Сол кезде міне екі жақын түс жағдайы келді. Мына екеу келмей тұр, мына екеу келіп тұр. Ол кезде міне келіп тұрған бір түсін артына мынаны оң жағымызға қоямыз. Сосын тағы да балық әдісін орындаймыз. Рыбка. Оң, жоғары, оң, кері, жоғары, оң, жоғары, екі рет, сосын оң, кері. Міне, енді қызыл түсті қызылға, жасылды жасылға қоямыз. Міне, барлық мына жердегі міне орталықтарды, орталық болып саналады, яғни өзінің орнына қойып шықтық. Енді келесі бұрыштарды өзінің орнына қоямыз. Мысалы, мынау дұрыс емес. Мынау да, мынау да, мынау да. Яғни біреуі де өз орнында тұрған жоқ. Ол кезде кез келген жерден бастай береміз. Алгоритм 3-3-тегідей. Жоғары, оң, жоғары, кері, сол, кері, сол, кері, жоғары, кері, оң, кері, жоғары, сол. Енді қараймыз. Қызыл түсі келді. Қалғандары келген жоқ. Тағы да орындаймыз. Жоғары, оң, жоғары, кері, сол, кері, жоғары, оң, кері, жоғары, кері, сол. Тағы да қараймыз. Сол біздің қызыл түсіміз келіп тұр, қалғандары әлі келмей тұр. Ондай кезде тағы да орындай береміз. Қашан жаңа басқа түстері өзінің орнына келеді. Тағы да орындаймыз. Енді қараймыз. Міне жасыл түс пен қызыл түс өзінің орнына дұрыс орналасқан. Қызыл сары мен көк өзінің орнына келді. Бірақ енді қате орналасып тұр. Біреу тігінен тұр, біреу көлденеңінен. Енді бұларды дұрыстауымыз керек. Ол кезде біз рубик текшемізді ақ түсін жоғарға қаратамыз. Дәл 3-3-тегідей пиф-паф арқылы қоямыз. Енді көк түсін және қызыл сары түсін өзімізге қаратып ұстаймыз. Мына бұрышты өзінің орнына қою керек. Яғни сары түсі оң бағытында тұрса, 2 рет орындаймыз пиф-пафты. Ал енді бізге қарап тұрса, онда 4 рет орындаймыз. Орындаймыз. Бір рет орындадық. 2 рет орындадық. Міне өзінің орнына келді. Осы бағыттан айырылмаймыз. Төмен жақты бұрамыз. Міне келді. 4 рет орындау керек. Пиф-пафты. Біреу. Екеу. Үшеу. Енді 4-ші. 4 рет орындадық.
және соңғы қадам өз түстеріне қоямыз. Міне достар, мельницаны құрап шықтық. Яғни кубик мельница түгелдей құрастырып шықтық. Ағылшын тілінде windmill cube деп аталады. Ешқандай да қиындығы жоқ. Жаңағы 3-3-ті егерде құрастыра білсеңіздер, кубик мельницаны құрастыру оңай болады. Егер 3-3-ті құрастыру білмесеңіздер, онда менің осы каналымнан кіріп 3-3-тің қалай құрастыру керек екенін үйреніп алсаңыздар болады. Содан кейін мельницаны құрастыру оңай болады. Достар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып қойыңыздар және пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізге болады. Келесі видео, келесі сабақта дейін осы кубик мельницаның зеркальный түрі болады. Осындай зеркальный түрін құрастырып үйрететін боламын. Тыңдағандарыңызға, видеоны тамашалағандарыңызға көп рахмет. Кубик мельницаны құрастырып үйреніп алыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.